Түбінде адам болған баладан мұғалімдерге кеңес. Балаға ұрыспас бұрын себебін нақтылап алыңыз, сонда оның жауапкершілігі артады. Сыйластық танытыңыз, сонда өзінің құрметтелгенін сезінеді. Қолдау көрсетіңіз, қиындықтарды сізбен бірге жеңеді. Позитивті кері байланыс беріңіз. Бала жұмыс істеуге, жақсы жұмыс істеуге ынталы болады. Сабырлы болыңыз. Бала өзіне сонда сеніммен қарайды. Жеке әңгіме жүргізіңіз. Баланың мінез құлқын түзейсіз. Топтық жұмысқа тартыңыз. Басқалармен бірге жұмыс істеуге үйренеді. Мотивация беріңіз. Сонда бала оқуға қызығады. Қожаның ақылы осындай. Менен тағы бір кеңес болсын, қымбатты ұстаз. Жасанды интеллектті қолданыңыз. Заман талабы. Алайда қазанға түскен қапқа қайта түспейтінін ұмытпаңыз. Қауіп жегенің қақалғаның, ажалыңа таңалғаның. Сондықтан балалар жасанды интеллектке тәуелді болып қалмасын. Рухани мүгедектер елге қажет емес. Бала шамшырақ, оны тек жаға білу керек. Рахманов мырза солай демеді емес пе?